Сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тіледім. Ал мен бүгін сағат қазір 1:30 болды. Таңертең тұрып балаларды дайындап сабақтарына жіберіп, енді өзім приемға барайын деп тұрмын. Қазір сағат 2-де прием. Бөпеміз қалай екен көріп қайтайық. День подряд. Хорошо, посидите. Бұйырса кіріп шықтым. Барлығы жақсы деді. Енді үйге қайтамын. Шықтым, приемнан бәрі жақсы дейді. Бұйырса енді февральдың 14-і барамын, Құдай бұйыртса. Дала таза ауа, қандай рахат деймін да. Жүре бергім келеді. Мен негізі YouTube түсіруді, видео түсіруді ұмытып қаппын. Мен үйге келдім. Мына кушонды білесіздер ғой, хит болып жатыр. Осының көгі, қызылы, қазір даже қандай? Кажется, сырты фиолетовый. Сондай бар екен. Мен осы қызылын алғам. Елдің бәрі алып жатыр. Неге көрмеске деп көргім келеді ғой. Соны алғамын. Негізі күшті екен. Уже бір-екі рет жағып, қолданып көріп алдым. Міне мынандай екен іші. Мынау губкасы. Бетің де әдемі болып тұрады, бетің гладкий болып тұрады. Ана тоналка жағып, уақытыңды алып жатқанша осыны жағып шасыласың. Мынау запаскасы екен. Запаскасы бар, жақсы екен. Ішінде мына бітеді ғой, ішіндегісі соны алып, мынаның ішіне сала саласың. В общем, жақсы екен. Енді тоже хит болып жатқан бір тоналкалар шығып жатыр ғой. Атын білмейді екем. Ұмытып қалдым. Соны алғым келіп жүр. Пока бұл да жарайды енді. Мен негізі көп боянбаймын. Боянсам да мен бетіме көп тоналка, мынау жақсы, мен желкеніп тұрамшы. Сол үшін мынау жақсы екен. Легкий. Бетіңе жай ғана жағасында шығып кете бересің. Мен сырғаларым шашылып жатқан. Әйтеуір заттарым бытқып жатады ғой. Оны қазір бәрін салып жинап қоям. Енді тамаққа кірісу керек. Не тамақ жасасам деп бағанадан бері ойлана келе. Нанилеп. Индийское блюдо дейді ғой. Әр жерде әрқалай айтады ғой. Кейбір жерде. Аңғырдақ дейді. Подлив жасап, үстіне нан нилеп салам қазір. Наным дайын. Бірақ мен нанды көп илеп қойған сияқтымын. Бекер артылып қалған сияқты. Кішкене 4-тен 1 бөлігін кесіп алып холодильникке салып қоям, кажется. Наным көп кеткен сияқты. Етімді тура алсам. Тақтайым кішкентай. Бұл тақтайға уже бір 10 жыл болған шығар, қателеспесем. Я 10 жылдай болды.
уже ортасы жұқарып кеткен үлкен дәу тақтайлар бар. Мен оны қолдана алмаймын. Қолданғанда лагман созғанда қолданам. Столдың жартысындай дәу тақтай. Ал мынау күнделікті жай осындай тамақтарға өте ыңғайлы тақтай. Sarımsақпен етімді қуырып алып, қазір картошка салам, кішкене морковь салам. Ары қарай пісіруден үлгермейтін сияқтымын. Өйткені қазір мектепте балалар күтіп алу керек. Қараңғы күтіп бала. Нанымды жайып, соның бетіне салатам. Солай, достар, менің күнім бүгін осылай өтті. Таңертең тұрып балаларды мектепке шығарып салумен, приемға барумен, одан кейін келесің, ужин жасайсың. Күнделікті сол бір жұмыс, тіршілік, таңның атысы, кештің батысы. Қазір міне тамағымды жасап жатырмын. Қазір екі қызымның алдынан шығуым керек мектептен. Сонымен олар келгеннен кейін ужиндарын берем, дастархан жинайсын, сабақтарын оқимыз. Осылай күніміз өтіп кете береді. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.